Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен баланы үйден сөйлету 15 минут ережесін қалай енгіземіз атты сабағын бастайтын боламыз. Ең алдымен мен сабақты баланың біз неше жаста қандай сөз білу керек, қанша сөз білу керек, солдан бастағым келіп тұр. Ал ендеше кеттік. Бізде жалпы онтогенез деген дүние бар. Өте маңызды. Әрбір адам дүниеге келген кезде ол міндетті түрде бәрі белгілі бір этаптан өтеді. Ешкім өмірге дүниеге келгеннен кейін сразу жүгіріп кетпейді аттар сияқты. Бәрі кезең-кезеңмен өтеді. Ең бірінші былдырлайды бала. Былдырлағаннан кейін гуілдейді, мақсатты уілдейді. Содан кейін бар 1-2 жаста алғашқы сөздері пайда болады. Еріндік дыбыстар ма, ба, па пайда болады. Қалай ойлайсыздар? Не үшін балаға біз ең бірінші әже, әке деген сөздер үйретпейміз? Мама, папа деген сөздер үйретеміз. Өйткені балада ең бірінші еріндік дыбыстар дамиды. Сол үшін де балада баба, ба, абап, бибип деген секілді м-б-п-ға байланысты дыбыстар қалыптасады. Содан кейін барып артикуляция, тілдері қалыптасып, тілдің қызметі қалыптасып бастайды. Бұндай кезде біздер балаға ең бірінші 1 жасқа толған бала қандай сөздерді біледі? 1 жасқа толған баланың кемінде сөздік қоры 30 сөзден болу керек. 30 сөзден. Қазір мен сіздерге, егер сіздің балаңыз 30 сөз, 40, 50, 100 сөз айтпайтын болса, неден бастау керектігін айтатын боламын. Оның барлығы онтогенез деп аталады. Өйткені табиғатпен бәрі белгіленіп қойған. Енді 1-2 жаста баланың алғашқы сөздері мама, папа, бер, ал, алма, бибип, бум-бум деген секілді сөздері пайда болып бастайды. Бұның бәрін біз сөз қылып есептейміз. Одан кейінгісі 2 жаста. 2 жаста бала 2 сөзден тұратын сөйлем құрау керек болады. 3 жастағы бала. 3 жастағы бала 3 сөзден тұратын сөйлем құрап бастау керек. 4 жастағы бала толық ойын жеткізе алу керек. Диас пен Арман далада төбелесті ме? Олар не үшін төбелесті? Өйткені Диас кінәлі. Диас бірінші бастады деген сияқты ойын бала анық жеткізу керек. Яғни аналитический ум қалыптасып бастайды балада. 5 жаста баланың толық аналитический ум формироваться етіп қалыптасады. Яғни 5 жастағы бала еркін ойын жеткізеді. Не сезініп тұрғанын, қалай ол процесс болып тұрғанын барлығын оймен айтып жеткізе алады және ұқсас дыбыстарды ажырата алатын болады. Бұл кезеңде бала көбінесе к, г, т, д, мысалы қасықты тасық деп айтып қалуы мүмкін. Көбелекті төбелек деп айтып қалуы мүмкін. Дәл осы кезде толықтай баланың дыбыстарды бір-біріне ажырату процестері аяқталады. Ары қарай енді мектепке дайындалу процесі. Ал енді ойлаңыздар, сіздің балаңыз 9 жаста. Бірақ ол бала тек қана мама, папа деген сөздер айтады. Даже оны айтпайды делік. 9 жастағы бала. Біз не істейміз? Біз онтогенез бойынша қараймыз. Сіздің балаңыз 9 жаста болатын болса, біз мына жерде көріп тұрғандарыңыздай, міне 0 жастағы немесе 9 айдағы баланың деңгейіне баланы төмен түсіреміз, содан бастап жұмыс жасайтын боламыз. Сол кезде ғана сіздің 9 жастағы балаңыз 9 жастағы құрдастарын қуып жете алатын болады. Ал егер 9 жастағы бала, бірақ ойлау қабілеті 1-1,5 жастағы баланың деңгейімен келетін баланы 5 жастағы, 3 жастағы, 9-8 жастағы баланың деңгейі сияқты бастап дамытатын болсаңыздар, ол скорее өз құрдастарын қуып жете алмайды. Өйткені мына жақтағы толмай қалған пробелдерді біздер толтыруымыз керекпіз. Тіптен ЛФК, ДЦП балалармен жұмыс жасау барысында да не істейді? Бірінші не істейді? Мойнын ұстауды үйретеді. Неге? Өйткені табиғат заңдылығы бойынша бала не істейді? Аунамастан бұрын мойнын ұстап үйреніп бастайды. Сол қалып қойған пробелдерді толтырады. Мысалы, мен жақында Францияға барып келдім майда, білесіздер, көрген шығарсыздар инстаграмнан. Сол май айында Францияға барған кезде, ол жақта Калифорния, Америка өте көп жан-жақтан елдерден, қалалардан келіп жатыр. Бәрі бір ғана нәрсені айтады. Барлық жасалатын процесс онтогенезге байланысты.
Енді бұның барлығын мен сіздерге алдағы уақытта тағы түсіндіретін боламын. Бірақ менің балам неден қай жерде тұрып қалды, қай жерден бастап жұмыс жасаймын десеңіздер, онда осы онтогенез деген сабақты каналдың ішінен қараңыздар деп қазірден бастап кеңес беріп бастайын. Егер сіздің балаңыз 2 жаста секірмейтін болса, это нормально. Физиология бойынша 2 жастағы бала ол секіре алуға міндетті емес. 2 жас 5 айында секіре алмаса, вот уже проблема. Бірақ 1 жас 8 ай, 1 жас 9 айында 2 аяқпен прям бүйтіп секіре алмайтын болса, бірге 2 аяқ теңестіріп, это нормально. Егер сіздің балаңызда 9 айлығында указательный жест шықпаған болса, онтогенез бойынша указательный жесті ешкім үйретпейді балаға. Ол мына жақтан орталық жүйке жүйеден автоматически шығатын процесс. Кім бізге указательный жесті үйретті? Ешкім бізге үйреткен жоқ, біз өзіміз сразу көрсеттік. Өйткені орталық жүйке жүйесі дамыған кезде балада ол процесс автоматически болу керек. Болмай қалды ма? Пробелді жабамыз. Сол бойынша жұмыс жасаймыз. Сіздің балаңыз 1 жас 8 ай, 1 жас 9 ай басқа балалармен ойнамай ма барып? Шай ішіп, кел сен шай іш, мен шай ішем деп басқа балалармен барып ойнамай ма? Это нормально. 2 жаста ойнамай ма? Это тоже нормально. 2 жаста балада командный ойнау деген қалыптаспайды әлі. Оның ойыны не? Мына ойнап атқан ойыншықты барып біреуден жұлып алу. Бұның бәрі баладағы онтогенез деп аталады. Мен оны білмеймін, мен оны түсінбеймін деген жоқ, аналар. Сіздер уже сауатты болу керексіздер. Сіздер білу керексіздер. Болды, уже баланы шығару керек процесстен. Қашанғы оны білмей, басқаларға босқа ақша төлеп жүресіздер. Сол себепті түсінуге тырысыңыздар. Түсінбесеңіздер сұрақ қойыңыздар. Диагностиканы бастаймыз. Кез келген дүние ең бірінші диагностикадан басталады. Диагностиканы ең бірінші баланың түсінігінен бастап тексереміз. Ал түсінікті тексеру үшін не тексереміз? Ең бірінші, атына қарай ма? Айтқан команданы бірден орындай ма? Далада немесе басқа жерде кейбір командалар түсінбей қала ма? Мынаны емес, мынаны әкеліп бер дегенді түсіне ме? Бірінші соны тексеріп аламыз. Яғни бұл деген не? Кәдімгі дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Бұл дегеніміз ең бірінші біз баланың реакциясы мен имитациясын тексереміз деген сөз. Имитация мен реакция болмаса, сіздер ешқандай балаға ешқандай ақпаратты бере алмайсыздар. Бала сізге реагировать ету керек, сізді қайталау керек. Имитация деген еліктеу, яғни қайталау. Қарапайым нұсқаулықтарды түсіне ме? Осы нәрсені толықтай қарастырамыз. Маған қара, допты әкеліп берші, мен сияқты жасашы, тапсырманы бірден түсіне ме, немесе бірнеше рет қайталау керек. Менен бірге осы тапсырманы жасап отырыңыздар, жазып отырыңыздар. Оказывается, мен балам бір тапсырманы бірнеше рет қайталағаннан кейін жасайды екен. Яғни бұл деген сөз не? Бұл деген сөз менің баламның түсінігі толық қалыптаспаған деген сөз. Әлі жетілдіретін нәрселер көп. Қарапайым және күрделі процестерді түсіне ме, тапсырмаларды ажырата ала ма? Мысалы, мына қой не жейді? Мына қойдың тағы қандай түстері болады? Мына қой қайда өмір сүреді? Мына қой ма әлде қошқар ма? Ол қандай дыбыс шығарады? Бұл мамасы ма, папасы ма әлде баласы ма? Қарапайым бір қой арқылы жасауға болады. Кеттік. Заттарды, түстерді таниды ма? Мысық қайда? Қызылды көрсет. Мысық не жейді? Соны апарып қой. Бала мысықтың не жейтінін 2 жастан бастап уже нақты четко білу керек болады. Басқа жануарларды білмейтін болса да, қоянның, мысықтың, аюдың не жейтінін білу керек. Это обязательно. Обязательно. Сосын ары қарай тексере береміз. Ол қайда өмір сүреді, ол не жейді, оның қандай түрлері болады, ол үй жануарлары ма, ол дала жануарлары ма, өте көп сұрақтарды қоя беруге болады. Баланың ойлауын, логикасын тексереміз. Бірнеше заттың ішінен керек зат таңдай ала ма? Маған сары, қызыл, көк емес, жасылды әкеліп берші. Маған қой, қошқары емес, маған ешкіні әкеліп берші. Мына заттардың ішінен қайсы артық? Қой артық. Неге? Өйткені ол үй жануары. Өйткені ол жануар, ол зат емес. Түстерді шатастыра ма? Түстерді біле ма?
Бірінші осыны диагностикалаймыз. 1 жастағы бала ол міндетті түрде бетінің, мұрны, көзі, құлағы, аузы, басы, қасы қайда екенін білу керек. Білу керек. Білмей ма, үйретеміз. Негізі заңдылық бойынша білу керек. Бірақ белгілі бір бұзылыс болса, еш нәрсе етпейді, пробелді толтырамыз. Құрастыру. Бір ғана құрастыру арқылы бірнеше процесін баланы анықтап алуға болады. Сортер беріп қойыңыздар. Сортерді бір-біріне салады. Қойды қойға сал десең, салады. Қойды қойға сал десең, салмайды, просто тарсылатып салып тастайды. Бірінші қызылды пирамидаға сал десең, салмайды, қалай пирамида тұр, солай құрастырып тастайды. Яғни мен естімейді, мен командамды. Қалай құрастырылу керек, солай құрастырып тастайды. Басқалай моторлы жоспарлай алмайды. Бұның бәрін біз диагностикалап шығарып алу керекпіз. Это обязательно. Пирамида жасайды, бірақ ретімен емес. Пирамида жасайды, ретімен жасайды, бірақ мен берген бірінші үлкенін қой дегенді жасамайды. Немесе жасайды. Бәрін ретімен жасайды, бірақ мысық емес, қойды салшы. Бірінші десем, жоқ, ол бәрібір тек туп-туп-туп-туп-туп бәрін салып тастайды. Ондай да бар. Бұның бәрі реакциямен баланың жалпы реакциясын бұзылысы деп айтамыз. Немесе команданы орындай алмауы, команданы анализировать ете алмауы. Тапсырмамен құрастыра алмайды. Мына суреттегі сияқты құрастыршы. Құрастыра алмайтын балалар бар. Баланың барлық минусын шығарып аламыз, өйткені біз соны толтырамыз ертең. Онымен қарсыласудың бай жасай алатын еді, негізі жасай алмайды қалды. Нет, не надо. Просто так баланың диагностика жасап, жасайды, жасай алмайтынын шығарып аламыз, болды. Бірнеше жасағаннан кейін жасайды, ол да бұзылыс болып саналады, соны да толтырып шығарып аламыз. Сосын ары қарай уже кірісеміз. Кеттік. Сөздік қорын тексереміз, айталатын сөздерін жазамыз. Блокнот бастаңыздар. Менің баламның блокноты. Менде бар Айзеренің блокноты. Каждый бала біз үшін өте маңызды. 5-7 балаңыз болса да. Қандай сөз айталады, қандай сөз айталмайды. Қандай навыктар жасалады, қандай навыктар жасалмайды. Бәрін жасау керек, обязательно. Тек таныс сөздерді біледі, жаңа сөздерді қосып отырама. Немесе тек қана жаңа сөздерді ғана айта береді. Қимылмен көрсетіп түсіндіремі, әлде сөзбен жеткіземі? Бер деп айтпайды, бірақ бер деп барып сүйрейді. Бұның бәрі өте маңызды. Кеттік. Балаға сөйлеуге не көмектеседі вообще? Балаға сөйлеуге, информацияны қабылдауға ең бірінші орында дене жаттығулары көмектеседі. Мынадай обручтарды магазиннен, Каспийден алсаңыздар болады. Мынау 3000 теңгеге жетпейді. 2099-2100 теңге ғана тұрады мынау. Бұл обручтарды сіздер міндетті түрде үйде ұстау керексіздер. Менің қызымда бар. Мен қызыма ең бірінші керек ойыншықтар дегенде осындай ойыншықтар сатып алдым. Сортер, бізде үйде сортер жоқ ондай қатты. Бір ғана сортер бар шығар, болды, жарайды сол. Дене жаттығулары. Мектептің оқушыларына да сабаққа кіріспес бұрын дене жаттығуларын жасатады. Неге? Өйткені ми дене жаттығуларынсыз ол мидың да тонусы төмен болады. Не важно, сіздің балаңыз секіре алады, секіре алмайды, не важно. Приседание. 10 рет приседание жасатқызыңызшы, болды, миға қандай стимуляция ол деген. Біздің тілімізбен айтатын болсақ, это мозжечковая стимуляция деп аталады. Дұрыс тамақтану және витаминдер. Ішек дұрыс жұмыс жасамайды, ми дұрыс жұмыс жасамайды. Біз айтпаймыз баланы полностью безглютеновый, там дәттісіз, глюкоза, лактозасыз отырғызыпсаңдар диетаға, жоқ. Аз мөлшерде. Қазір ол туралы айтамыз. Мидың жұмысын жақсартатын жаттығулар қандай? Естественно, нейрогимнастика. Мысалы, балаңыздың миы жақсы жұмыс жасасын, мен берген ақпаратты ұмытып қалмай қабылдасын десеңіздер, нейрогимнастика жасатасыздар. Это обязательно. Өздеріңіз жасай аласыздар, өздеріңіз басқара алатын қағидалар. Мына қағиданы скриншот жасап алыңыздар прям. Келесі.
Біз баланы қарапайым жаттығулармен ғана жасатамыз. Басқалай біз қызықтыра алмаймыз. Туалетный бумага бар ма үйде? Бар, соны қолданамыз. Мусорный пакет бар ма? Бар. Пакет бар ма? Бар. Мынадай обруч алуға бола ма? Болады. Мынау менің қызымның өзім жасаған, қиып жасаған фигураларым. Мына фигураларды, түстерді біз баламен отырып бірге қидық. И бірге қиған нәрсені бала өте жақсы қабылдайды. Мен айта алмаймын, бұған ақшам жоқ деп. Баламен бірге жұмыс жасаймыз. Қиямыз, кардоннан жасаймыз, түрлі мынадай кеселер бар ма? Бар үйде. Баклажка бар ма? Мынадай баклажкалар? Бар. Осындай баклажкалармен жұмыс жасаймыз үйден. Еш нәрсені қиындатпаймыз. Қалай бастап кетеміз? Давайте. Сіздерге қазір примерно шаблон құрып берем. Балаңызбен күнде 15 минут жаттығу жасайсыз. 15 минут жаттығу жасау үшін сіздерге мынадай таймер керек болады. Вот сатып алыңыздар, мынау деген бір андай навороченный таймерлар керек емес. Балаға түсінікті дауыс шықса болды. Мен мысалы вообще жақсы көрмеймін андай сандар, жануарлар тұратындарды. Жоқ, ол баланың фокусын ұрлайды. Керек емес, түсінігі қалыптаспаған бала болса, тем более керек емес. Звук болды. 20 секундқа қоясыздар, болды. Мына таймер арқылы кез келген баладан дисциплина қалыптастыруға. Түсінігі қалыптасқан болсын, түсінігі қалыптаспаған болсын. Міне. Одан кейінгісі, міне енді 5 секунд, 20 секунд болды жаңа қойып тұр. Мына таймер түсінігі қалыптаспаған баланы да түсінігін қалыптастырып, дисциплинаға үйретіп шығарады. 100% гарантия берем. Өйткені бұл рефлекстерді дамыту осы арқылы жүзеге асады. Кеттік. Баламен жұмыс жасау үшін не істейміз? Ең бірінші артикуляциялық жаттығу жасаймыз. Жасаймыз. Үйге бір айнаны аласыздар да, сол айнаны жабыстырып қоясыздар. Барасыздар да артикуляциялық жаттығуды өзіңіз жасайсыз, бала емес. Жасайсыз, кет қаласыз. Жасайсыз, кет қаласыз. Бала не істейді? Бала сізді бақылап жүреді. Бақылап жүргеннен не істейді? Барады да, айнаға қарайды. Жасайды. Баланың басын алып жаса деу, нет, жасамайды ол олай. Баланың табиғаты ондай емес, ол имитировать етеді. Ол сізді қайталайды тек қана. Тыныс алу жаттығуы. Менің баламның миына жақсы кислород барып, ақпаратты қабылдаған қалаймын десеңіздер, болды, осы жаттығуды бір 5 рет жасатсаңыздар жетеді соның өзі. Миға кислород бағана уже деп ұйқысы ашылып бастайды баланың. Өзіңізге де даже надо. Келесі, пальчиковая гимнастика. Немесе кішкентай заттарды ішіне кіргізу. Одан кейін қандай? Одан кейін жалпы моторикаға арналған секірту, жүгірту жаттығулары. Одан кейінгісі нейрогимнастика. Мына трекер шығарып аласыздар да плюс-плюс қойып отырасыздар. Так, таңертең мынаны жасадым, кешке мынаны жасадым, мынаны жасадым. Я молодец. Тілге арналған массаж, бетке арналған массаж. Және не істеу? Жабыстыру, қию, ілу деген секілді жаттығулар. Мейлі түсінігі қалыптаспаған бала болса да жабыстыруға көмектесіп үйретеміз. Пластилин жаттығулар. Жалпы, сіз өзіңіздің балаңызбен жұмыс жасау процесін 7 күнге бөліп аласыздар. Мынау бір күндік жаттығу. Бір күн осы процестер бәрі орындалып керек. Енді 7 күн қалай жасаймыз? Бірінші күні баланы сурет салдырасыздар, бірақ екінші күні балаға сурет салдырмайсыздар. Екінші күні құммен ойнайсыздар, үшінші күні сумен ойнайсыздар, төртінші күні дала, асхана, тағы не бар, слайммен ойнайсыздар. Осылай 7 күнге созып қоясыздар. Біз сіздерге арнайы 7 күнге бөлген тапсырмалар беріп қойдық, жасап қойдық. Ішінде 260-тан астам, 290 даже жаттығулар бар. Ішінен санап шықсаңыздар болады. Любой жаттығуды алып, кез келген жасай беретін боласыздар. Оның барлығын біздер аналарға арналған каналға салдық. Бұл каналдың ішінде қазіргі таңда 2000 ана отыр. 2000 ана ішінен, даже ішіне кіріп көрсеңіздер болады, 2000 ана отыр. 2000 ана үйден баласына диагностика жасап үйреніп жатыр. Ерте жастан дамытып жатыр. Пайдалы ойыншықтар сатып алып жатыр. Мына ойыншықтардың бәрі өте арзан тұрады. 1000-2000 теңгеге жетпейді даже. Ішкен тамағын дұрыстап, витаминдер толықтырып жатыр. Өзім сөйлетемін деген аналарға арналған канал. Өзіңіз жасайсыздар, тек біздер направление беріп жаттығуларды көрсетіп отырамыз. 2000-ға жуық отзыв бар, әр ата-анадан отзыв алдық.
ішін ашып көрсеңіздер, отзывтар, кері байланыс деген бар. Өздеріңіз, мен айтпай еш нәрсе көрсетпесем де, өздеріңіз ішінен көре аласыздар осы жаттығуларды. Келесі, әр үйден табылатын заттармен жасалатын жаттығулар. Ноу-хау жасап керек емес. Мынадай баклажка бар ма, балаңызға рюкзак бересіздер де, соның ішіне салып қоясыздар. Проприцепция деп аталады, біздің тілімізбен айтқан. Дәретін сезбей ма, гиперактивный ма, СДВГ, зейіні тұрақсыз ба, просто күніне мына жаттығуларды жасаңыздар. 2 осындай 0,5 баклажка аласыздар да, баланың сумкасына салып қоясыздар, болды. Күнде су толтырып полностью сумкасына салып қоясыздар. Қорықпаңыздар, омыртқасы қисайып кетпейді одан. АФК тренерлары не істейді? АФК тренерлары баланың 2 қолына, аяқтарына утяжелитель қояды. Утяжелительді мынаумен үйде алмастырасыздар, бұл не надо покупать. Керемет бір заттарды, үйде бар нәрсені ғана қолданасыздар. Кардон бар ма? Бар. Қағаз бар ма? Бар. Туалетный бумага бар ма? Бар. Стакан бар ма? Бар. Шар бар ма? 20 теңге тұрады, алыңыздар, бар. Түрлі түсті қағаздар, маркер, бояу, бор бар ма? Бар. Гуаш бар ма? Бар. Тек қана осы заттар керек, болды. Сөйлету баланы қымбат емес, просто ол жаққа бірінші мынаны жасаймын, екінші, үшінші мынаны жасаймын деген бағыт керек сіздерге, болды. Давайте мен сіздерге қазір каналдың ішін көрсетіп жіберейін. Каналда не бар? Қазір тауып алайын. Міне. Так, не бар? Давайте қарастырайық. Каналдың ішінде кері байланыс деген бар. Жаңағы отзывтардың бәрі, міне қараңыздаршы. Ну, давайте былай айта берейін. Шығарама? Ішінде кері байланыс деген бар, жаңа сіздерге көрсеткен отзывтар. Бәрін просто өз көздеріңізбен көресіздер. Ата-аналардың балалармен жасаған жаттығулар, міне, ванныға ойнатып жатыр, далаға шығарып жатыр, шөптерді лупамен зерттеп жатыр. Шөптерді апарып қиып жатыр, шөптерді тазалап жатыр, гүл отырғызып жатыр, гүлдерге су құйып жатыр. Барлығы просто өте қарапайым үй жинатып жатыр, міне, пылесоспен. Қарапайым осындай жаттығуларды жасату арқылы үйден балаларын сөйлетіп жатыр. Ешқандай баланы дамыту, сөйлету үшін ноу-хау керек емес. Бұл канал 11 бағытта жасалған. Бірінші бағытта ойыншықтар деген бар. Ішін ашсаңыздар, міне, мен ойыншықтарды қайдан сатып аламын, қандай ойыншықтар сатып аламын, міне, баланың дыхательный упражнениесін жасау үшін мынадай ойыншықтар сатылады. Каспийден, Wildberries'тен, басқа жерлерден, тіптен артикулына дейін біздер ішіне салып қойдық. Арзандарын. Міне. Фитбол қайдан арзан алуға болады. Балаларға арналған сенсорный чулоктар даже қайдан сатып алуға болатын бәрі көрсетілген. Не сатып алу керек, қайдан сатып алу керек, барлығы ішінде бар. Одан кейінгісі дұрыс тамақтану. Бір дұрыс тамақтанудың ішінде не бар, қараңыздар. Ерекше балаларға арналған диагностикалар. Көбісі айтады ғой, міне шықты сіздерге, мен қандай анализдер тапсыруым керек. Міне, анализ тапсыратын жерге барасыздар, айтасыздар, маған осы анализдер тапсырайын деп едім, болды дейсіздер. Сосын ары қарай не істейсіздер? Невропатолог алып барасыздар, психиатрға баланы алып барасыздар. Ешқандай невропатолог негізі балаға аутизм қоймайды. Аутизмді психиатр қояды. Соны біз жазып қойдық. Аутизм, СДВГ және басқа психологиялық бұзылыстарды анықтау үшін психиатрға барасыздар. AB терапистке не үшін, генетикке не үшін барасыздар, офтальмологқа неге барасыздар? Бәрі ішінде жазылған. Эндокринологқа не үшін барасыздар? Эндокринологқа біздер СДВГ балалар келсе, бірінші орында эндокринологқа жібереміз. Неге? Өйткені балаларда адреналин, норадреналин деген гормондар бұзылады. Оны мың рет сіздер басқа бір ЛФК, АФК-ға барсаңыздар да нәтижесін бермеуі мүмкін. Неге? Өйткені это гормональный сбой болуы мүмкін. Сол үшін біз өте маңызды деп осының ішіне енгізіп қойып кеттік ары қарай. Ары қарай қызылшамен бала иммунитетін көтеру. Мен баламның иммунитетін көтергім келеді, не істеймін? Мен балам қызылша жемейді, пожалуйста, қызылшаны 22 түрде жасауға болады. Қызылшамен бұқтырылған
бұқтырылған, қызылшаның вареньесін жасап беріңіз, қызылшаның күрішін жасап беріңіз, маффин жасап беріңіз, тәтті, уылдырықпен қосып беріңіз, өте көп, салат жасап беріңіз, бәрі бар. Менің қызымның өзінің иммунитеті түсіп кеткен кезде мен сразу осы тамақтарды беремін. Мынаны мен өзім жасадым. Ешқандай дизайнер жасаған жоқ. Кәдімгі мен өзімнің қызыма жасап жүрген рецептілерім. Ешқандай бір жерден алынған нәрсе емес. Кәдімгі өзім күнделікті қолданып жүрген нәрселер. Глютенсіз нан. Қандай нан пісіремін? Нан ішіне міне өте көп нандар бар. Бадам, жасыл құмықтан, гречкадан жасалатын. Енді 17 беттік ішінде 15 түрлі нандардың рецептілері бар. Кәдімгі үйде мен өзім жасап жүрген рецептілер. Одан кейін мына книга рецептів бар. Бұл книга рецептінің ішінде 96 беттік 96 беттік рецептілер бар. 96 беттік рецепті алып тек любой бүгін мынаны пісіремін деп жасай берсеңіздер болады. Одан кейін сөйлеу бұзылысы. Бұның ішінде қалай сөйлем құрап үйретемін, сөйлеуге қалай үйретемін, запуск речи, кәдімгі бәрі тақырыптармен жазылып тұр. Міне. Сосын өздеріңіз санап шықсаңыздар болады. Ішінде дыбыс қою сабақтары бар. 23 сабақ бар. 23 сабақ. Тұтықпа. Заиканиясы бар балаларға арналған міне тұтықпа деген тақырыптық сабақ бар. Осыны жіберсеңіздер, қарасаңыздар болады. Тіптен афазия бар. Афазия дегеніміз, енді сіздерге қысқаша айтып өтейін. Инсульт, инфаркт алған адамдар болса, осы сабақты көресіздер. Вдруг бар болып қалса. Дыбыс шақыру, запуск речи. Запуск речидің өзінде, мысалы, мен баланы сөйлеткім келеді, неден бастаймын десеңіздер, міне 45 беттік ақпараттар тұр, просто алып шығарып аласыздар. Болды. Телевизорда алмастыратын ойыншықтар, бұның ішінде ойындар, 120 ойындар бар, өте көп, санап шықсаңыздар болады. Және диагностика жасау процестері, және логопедиялық массаж. Кітабымен бәрі жазылып, кітабының өзі 32 беттік. Бұл кітапты бұрын біздер өзіміз бөлек сатқанбыз, 7000 бір нәрсе теңгеге. Міне өте көп нелер. Антогенез және нейрогимнастика. Нейрогимнастиканың өзі 100-ден асам жаттығулардан тұрады. Міне, каналдың іші осы. Ары қарай жалғастырамыз. Кеттік, қоса беріңіз слайдта. Жалпы біздің каналымыз 11 бөлімнен тұрады. Логопед ана каналы деп аталады. Бұл каналдың негізгі бағасын біздер енді максимум 25 000 теңге бағаладық, бірақ жаңа жылға аналарға арнап біздер 9900 теңгеге қойдық. Ең төмен және қазіргі таңда ең қолжетімді баға. 9900 теңгеге бір көйлек келмейді. 9900 теңгеге сіздер полноценный тамақ сатып алмайсыздар. 9900 теңгеге егер мына курстың өзімен жеке алам десеңіздер, 9900 теңге еш қайсысын ала алмайсыздар. Бір запуск речидің өзі 25 000 теңге тұрады, бөлек. Мамандар, қазір специалистер, бір запуск речи курсын менен сатып алғысы келсе, 25 000 теңгеге сатып алады. Логопедиялық массаж сабағын, 3 сабағын, 2 автор бір кітабымен алғысы келсе, 40 000 теңгеге, пожалуйста, ала алады. Және мамандар білет, менің әрбір курстарым өзі 150 000, 250 000 теңгеден тұрады. Бұл тек қана аналарға арналған. Мысалы, нутрициологтардан көрдіңіздер ме, бір рецептін өзін сатады. Бір рецептін өзін минимум 7000 теңгеге сатады. Сондай бірнеше рецепт аласыздар. Кім 96 беттік рецептісін және 290-ға жуық ақпараттарын 9900 теңгеге сатады. Ешқандай мақтану еш нәрсе емес, просто аналарға арналған дамытушы канал. Чтоб аналар үйлерінен өздері развивать етсін балаларын, ақшаларын құртпасын, босқа кетпесін ақшалары. Ақша жоқ па, логопедке апаратын айына 500 000, 150 000, 180 000 төлейтін, пожалуйста, алда диагностикадан бастап жаса. Мен апарып жүрсіздер ме, қосымша үйден жасағыңыз келме, пожалуйста, жасаңыздар. Тіпті қарапайым қызылшамен жасауға арналған рецепт 22 беттік. Мына рецепттің өзін қазіргі таңда 5 000, 7 000 теңгеден сатады. Таргетке жіберіп сатуға да болады, сатып алады, өйткені білмей отыр адамдар қалай жасау керек. Бұл аналарға 9900 теңгеге ішіне барлығы кіреді. Маңызды ереже 5-15 минуттан ойнайсыздар тапсырмалар. Әр ойынға сөздерді, дыбыстарды, қимылдарды қосып отырасыздар. Бала сізді қайталау керек. Жаса деп баланы жіберіп қоймайсыздар, өзіңіз жасайсыздар, бала қайталайды. Баланы мақтау, көтермелеу, мотивация болу керек міндетті түрде.
196 ойын бар екен, шатасып кеткенмін. 196 ойындарды үйден алып жасасаңыздар болады. Ішін жеке-жеке қарап шықсаңыздар да болады. Одан кейінгісі лого массаж 38 минуттық, каждый, даже міне мен сіздерге көрсетіп қойдым, 38 почти 40 минуттық массаж, профессиональный массаж балаларға арналып жасалатын. Точкалары, жасалу процесі, акупунктурные точки бәрі ішінде көрсетілген. Бұны мамандардың өзі 40 мың теңгеге сатып алып жүр. Жеке алам деуге болады, бірақ 40 мың теңге. Ал общий тек аналарға арнап қана жасалған каналдың ішіне біз 9900 теңгеге жасап беріп отырмыз аналарға. Күніне есептегенде 330 теңгеден шығады. 330 теңге. 330 теңгеге мороженое ала алмайсың барып. Сағыз ала алмайсың 330 теңгеге. Сағыз жоқ 330 теңгеге. Кофе ала алмайсыздар, кофе. 330 теңгеге ешкім кофе бермейді қазір. 330 теңге күніне. Жалпы каналда ішінде өте көп профессиональный ақпараттар бар, тіптен мамандар тіркеліп алған. Менің балам атына қарамайды, менің балам мені қайталамайды, түсінігі қалыптаспаған, анық сөйлей алмайды, ойын анық жеткізе алмайды, атына қарамайды, реакция қалыптаспаған, тұтығады, сөздерді құрай алмайды, дыбыстары бұзылған, шатастырып, бұзып, алмастырып, қытайша сөйлейді деген аналар болса, сіздерді каналда күтеміз. Бұл каналды мамандардың өздері осы аналарға деп жасап жатқан мүмкіндікте таласып алып жатыр қазіргі таңда. Неге? Өйткені бұл каналдың определенный уақытта сатылымы ашылады да, сосын жабылады, болды. Өйткені сосын қалған аналар мәңгілікке доступын алады, сосын ішінде ары қарай дамытып баласын кез келген уақытта ашып қарай бере алады. Доступ жабылғаннан кейін оны ешкім сатып ала алмайды. Біледі, алдыңғы жолы бізде сатылым болғаннан кейін көп адам ала алмай қалды өйткені. Болды, сатылым бітті деп. Одан кейінгісі, дәл осы каналды егер сіздер мен өзімнің жеңгеме сыйлаймын, өзімнің туысыма, көршіме жаңа жылға подарка қылып сыйлаймын десеңіздер, біздер сіздерге арнап сертификат жасап қойдық. Сол сертификатты әдемі қылып беріп, шығарып сыйласаңыздар болады. Егер маған сонда ішінде 196 профессиональный бүкіл тапсырмалары, бүкіл ойындары, жаттығулары бар канал сыйлайтын болса, мен өмір бойы ол кісіге алғыс айтатын едім. Себебі баланы дамытатын, баланың болашағын жасайтын өте үлкен құрал сыйлады деп. Сіздерді каналда күтемін. Каналға біздің сатылымыз ашық, Каспий Редпен ала аласыздар, бөліп төлей аласыздар, немесе мен қазір ала алмаймын десеңіздер, 5000 теңге предоплата жасап, өз орындарыңызды алып қойсаңыздар болады. Барлықтарыңызды каналда күтемін. 2026 жылы барлық адамның балалары дамып бастайтын болады. Неге? Өйткені біз оларға жол көрсетіп, құрал береміз.